Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын тағамым нан салма деп аталады. Нан салманы кей жерлерде майғамыр деп те атайды. Ең алдымен біз етімізді осылай турап аламыз. Мендегі сиыр еті сүйегімен осылай етті сүйегімен қосамын. Және де сәбіз, картошка, пияз қосамыз. Үйде болгар борщы болса, чеснок болса, оны да қосып жесеңіз болады. Осылай картошкамызды да турап, төртбұрыштап тураймыз. Картошканы турап аламыз осылай. Енді сәбізімізді осылай төртбұрыштап турап аламыз. Барлығын осылай төртбұрыштап майдалап турап аламыз. Сәбізімізді осылай турап алдық. Енді пиязымызды да осылай майдалап турап аламыз. Мен пиязды көпте қосамын, қандай тағам болса да пияздың көмегі көп. Негізі пиязды шикілейді жей берсеңіздер, тұмаудан сақ боласыздар. Тұмаудың алдын алады, суықтан абай боласыздар. Әйтеуір пияздың зияны жоқ деп ойлаймын. Сол үшін пиязды көпте қосамын тағамға. Осылай енді газға қазанымызды қоямыз да тоғмай саламын. Кешегі жасаған тоғмайымды сөйтіп шамалы майдан қосып жібереміз. Сұйық майдан қосып осылай майғамыр жасаймыз. Ең алдымен тоғмайымыз еріді. Енді пиязымызды саламыз. Қазанымызды қыздырып осылай пиязымызды қызартып қуырып алғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді қуырып болғаннан кейін одан артынша етімізді шыжғыртып қуырып аламыз, қызартып. Және де үйде қыста жасаған ажигамнан салып жіберемін. Және бұл ет тұздалған. Сосын картошкамызды саламыз. Оны да араластырып қуырып болған соң су құямыз. Осы суымызды құйып болғаннан кейін қайнаған соң тұзын көреміз. Бұл мендегі тұздалған ет. Еттің де тұзы шығуы мүмкін. Егер де аз болса салуға болады. Ал егер де сіздерде тұздалмаған ет болса, сіздер тұз салсаңыздар болады. Енді осылай жай қайнап тұрады бір сағаттай. Сосын енді қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызға бір стакан суға бір қасық тұз салып, және де бір жұмыртқа салып қамыр илейміз. Ұнымызды қаттылау қылып илеп аламыз. Осылай. Қолымыздың көмегімен суала шығарып қамырымызды илеп аламыз. Осылай қамырымызды илеп, бастырып, егін қандырып, бір 15 минутқа қойып қоямыз. Мендегі үлкен бір суала шығады, оны екіге бөліп жаямын. Осылай енді 15 минутқа тындырып, демалдырып қоямыз. Енді 15 минут тұрды қамырымыз.
Енді жаюға кірісеміз. Осылай жаямыз, ұн сеуіп тұрып жаямыз. Қатты жұқа қылмай, орташа жұқалықта жаямыз. Бұл май қамырдың қамырын осылай жұқа қылмай, орташа қалыңдықта жаямыз. Осылай жайып аламыз. Осылай қамырымызды жайып аламыз, жұқалатып, орташа қалыңдықта, қатты қалың болып кетпеу керек, орташа көлемде жайып аламыз. Енді ортасын кесіп, қамырымыздың енді осылай ламаны шығарамыз. Кеспе сияқты, кеспеден шамалы үлкендеу қылып, қамырымызды кесіп аламыз. Осылай кесіп аламыз қамырымызды. Осылай қамырымызды кесіп алып, қайнап тұрған суға салып пісіріп аламыз. Бір 7 минуттай пісіреміз. Енді қайнап тұрған суға бір қасық тұз саласыздар да осылай қамырымызды саламыз. Бір 7 минуттай қайнатып аламыз. Сөйтіп қақпағын жауып, әдемілеп қайнап жатыр. Енді көбігі тарқағаннан кейін тамағымызды алып, бетіне подливаның майын құйып, әдемілеп май қамырымызды жасаймыз. Осылай екілеген шықты. Май қамырды осылай жасаймыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді дәмі деген өте керемет шыққан. Май қамырымыз дайын. Бізге ас болсын.